Қалды көштер осындай ажайып ремонты менен 2 этажлы үй сатылуға шығып жатырды. Мәнзілді һәм бағасын ақырында айтып өтіп кетемін. Осы видеоға бір лайк басып қойың. Осындай қылып имарат салып аламан деп жүргендер үшін да зор пайдалы видео болады. Бұл кіреберіс осындай холмен басылады. Мінекей мына жағы қол жуып кіресіз. Ар жағында гардероб істетіп алсаңыз болады. Кіргенде осындай холда көріп тұрған көп затыңыз қалады. Тек қана телевизорда кететін люстралар, перделер, көріп тұрған мебельдеріңіз, төсектер барлығы сіздерге сауғаға. Бұл тарапта санузел, яғни туалет һәм ваннасы, көріп тұрсаңыздар кафелер потолокқа дейін басылған, барлық заттар бар. Мінекей кір машина дейсіз бе, аристон дейсіз бе. Так, бұл тарапта зал бөлмесі бар. Залға кіреміз. Залдың да бір қатар ремонтларына бір баға беріп қоясыздар. Кондиционерлерге сауға тастап кетіледі, перделер бар, ремонтлар соңғы ремонт үлгісінде, люстралар, тек қана осы көріп тұрған посудаларын сап кетіледі дейді. Барлық зат сіздерге сауға тастап кетіледі. Ал бұл тарапта болса, аял қыздарымыз үшін главный асхана. Асхананы көріп тұрсыздар, мебельдер потолокқа дейін істетілген, холодильниктер, настольный газлер, көріп тұрған төсектеріңізде барлығы сіздерге сауға тастап кетіледі. Бұл тарапқа екінші этажға көтеріліп кетеміз. Ремонтларында көріп тұрсыздар, барлық перделер. Так, екінші этаж бенен бірінші этаждың ортасы полный плитамен бастырылған. Ал бұл жоғары беті болса, ағашпенен бұл тараптан бастаймыз. Бұл тараптан осындай үлкендер үшін жатақхана қылсаңыз да болады, болмаса мейманхана қылсаңыз да болады. Көріп тұрған телевизорыңызды алып кетеміз дейді. Жоғарыдағы нөмірлерге байланысып қосымша малуматтарды сөйлесе бересіздер. Бұл балконға шығатын есік тастап кетілген. Бұл тарапта бір бөлмеміз бар, спальня болды. Жаңа айтқандай плита қылынған. Ал ремонтқа дайын тұрыпты, бәрі затлары да көріп тұрғаныңыздай ремонтлап ала бересіздер. Бұл тарапта да сондай және бір спальня бөлмеміз бар. Бұл тарапта да ремонтлап аласыз. Ал бұл тарапта болса және бір зал үшін бір бөлме тастап кетілген. Үйдің бағасын айтып өтіп кетейін. Үйдің бағасын 570 миллион айтамыз дейді. Келісім бар. Егер ішіндегі затлары келген өсетін болсаңыз, басқаша вариант қылып есептесеңіз болады. Қазір сыртта сіздерге мәнзілін көрсетіп өтемін. Үйіміздің сыртқы көрінісі мәнзілді бір айтып жіберейін. Барлығымыз білетұғын, бір айна һәм биржаның ортасындағы жолмен туыры келесіздер. Алдыңызда көріп тұрған осы имарат фундаментлерін көріп тұрсыздар. Зор етіп, плиталарымен жақсы етіп құйылған, өздеріңіз отырамыз деп істедік. Тек қана пассат жұмыстарын істетіп жіберуіңіз керек. Үйдің общий жер майданы 6 сотик дейді. Артқы көрінісінен де бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Склад қоймақанасы бар бұл жерде. Егістік майдаларын таярлап жатыр екен. Ал бұл тарап болса артқы тарапынан көрінісі. Жаңа айтқан балконға тастап кетілген есік. Бұл котелханасы отдельный сыртқа шығарылған. Фундаменттерінде көріп тұрсыздар арттан жақсы жағдайда. Жоғарыдағы нөмірлерге байланысып сөйлесе бересіздер. Район ішінен осындай тайын үй іздеп жүргелі болса осы видеоны жіберіп қоясыздар. Нөмірлерге байланысып сөйлесіп көре бересіздер.